Сәлем қыздар! Алғаш рет 2012 жылы ұйғыр құрбымның үйінде жеген асым жүрегімді жаулап алды. Бұл момо сай тамағы. Енді осы тағамды бірге әзірлейтін боламыз. Дәмі өте ерекше, тойымды тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, сіздердің де сүйікті астарыңызға айналады. Ең алдымен бізге нан ашытып алуымыз қажет. Ол үшін жылы суға дрожжымызды салып, сұйық май құямыз. Ұнымызға тұз салып, жақсылап араластырып, жақсы жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бұл тағам ұйғыр халқының тағамы, өте дәмді тағам. Сіздерге де, отбасыларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Осылай мені жұмсақ қылып илеп аламыз. Содан соң қазанымызға май құйып, мен тауық етіне жасадым. Сіздер кез келген еттен жасасаңыздар болады. Тауығымызды қызартып қуырып алған соң, пиязымызды салып, содан соң сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан соң болгар бұрышын қосамыз. Менде мұздатылған түрі. Томат пастасын саламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдырып кетемін. Тұз, бұрыш, паприка, тағы да өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді салып, үстіне су құйып, суы бетін жауып тұру керек, картоплымызды етімен. Содан соң осылай ашыған қамырымызды жақсылап екіге бөліп аламыз. Алдын ала майлап аламыз столымызды. Осылай мені жалпақ қылып жайып, бетіне май жағып, бүктеп аламыз. Негізі бұл қамырға ас көк сепсеңіздер де болады. Құр өзін жасасаңыздар да болады. Дәмі өте керемет, нанның өзі жұмсақ, үлпілдек болады. Осылай мені май жағып шығамыз. Содан соң осылай бүктеп аламыз. Бұл бүктегенді ең жеңіл түрі көрсетейін. Осылай мені кесіп, үстінен кішкене басып, содан соң қолымызбен созып, осылай тоқаш істегенде осылай орап аламыз. Өте дәмді. Арасына май жағамыз, себебі нанымыз піскенде, ажыратқанда өз бетінше ажырап, тағамымыз сулы, сорпалы болады, соған батырып жегенге ыңғайлы болу үшін. Осылай мені орап бүктейміз. Барлығын осылай жасап алған соң, ыдысымызға су құйып қайнатамыз. Бұны біз манты пісіретін манты қазанға пісіреміз. 30-35 минутта дайын болады. Өте жұмсақ, ондай бір үлпілдек болып шығады. Бірінші наны таусылады. Себебі өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Осылай листімізді майлап, ара қашықты сақтап, бір-бірінен алыс етіп қойып шығамыз. Сол кезекте бұл нанымыз буға піскенше салмамыз да дайын болады. Осылай болып шығады. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.